сіздермен бірге мен Айркедал. Бүгін сіздермен бірге өзімнің кішігірім біздің үйде көбінесе жасайтын компотты көрсеткім келіп тұр. Ол бізде черешня компоты, және де ол үшін бізге черешня қажет, және де алма қажет. Және де су қажет. Біз мысалы осынша компот істегіміз келіп тұр, 1 литрдей болып қалады бұл. Және де мына жерде 1 кесе черешня. Достар, бұл черешня, вишня емес. Міне достар, біздің алмаларымыз осындай болу керек. Ешті тураймыз. Және де бізге 2 стакан көк шекер қажет. Біз бірінші суымызға көк шекер қосамыз. 1 стакан. Достар, міне екінші стакан. Енді бұның бәрін араластырамыз. Достар, оказывается, 1 литр емес, 2 литр су керек екен. Және мен 2 литр су қостым. Және де біздің қантымыз еріп кеткенше күтеміз. Міне енді біз шиемізді қосамыз. Ой, мыншылысыдыр. Енді черешняны қосамыз. Біз осылай болу керек. Енді бұның бәрін араластырамыз. Енді біз алмамызды қосамыз. Енді бұны да араластырамыз. Бізде осындай шие алма варенье компоты болады. Біз араластырып болдық, уже қайнады. Және де міне главный алмалар піссе болды. Значит, компоттарыңыз дайын, достар. Міне біздің компотымыз дайын. Бізде осындай болды, компотымыз жылы, иә. Ал егер сіздер мұздай компот ішкілеріңіз келсе, мұзды қоса аласыздар. Мен мұзды қазір ішіп көрдім, өте дәмді. Сіздерге де кеңес беремін. Жазға арналған ең күшті напиток десем де болады. Және де өте күшті, достар. Ал егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сол кезде сіздер менің видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Ал сіздермен бірге болғанмен Айркедал. Келесі кездескенше сау болыңыздар.